Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Даусым естіліп тұр ма сіздерге? Менің есімім Айгерім Баймахамбетқызы. Бүгін біз сіздермен педат жүйесі бойынша кезекті оқыту сабағын жүргізетін боламыз. Бұл жерде біз бүгін сараптамалық кеңестің жұмысын қарастыратын боламыз. Алдымен слайдтарға көшейік. Педат жүйесінде сараптамалық кеңестің жұмысын бастау үшін бірінші жүйеге кіреміз. Педат жүйесіне бұл жерде адрестік жолаққа pedat.bilimал.kz сайт адресін жазып, өзіміздің жеке кабинетімізге кіретін боламыз. Бұл жерде қандай өтінімдер қарастырылады, яғни мемлекеттік қызмет тексерістен өтіп, содан кейін бізге сараптамалық кеңеске өтеді. Сіздер өздеріңіздің жеке кабинеттеріңізде сараптамалық кеңестің әрбір мүшесі мұғалім болып келеді. Мектепте немесе колледжде мұғалім, барлықтарыңыздың уже жеке кабинеттеріңіз бар, логин парольдарыңыз бар. Енді сіздерді жаңағы сараптамалық кеңес мүшесі ретінде тіркеу үшін ол білім басқармасындағы жүйе әкімшісі кадрлар бөліміне кіріп, қызметкерлерді қосу батырмасын басып, бар пайдаланушыны бекіту қажет. Ол үшін сіздің ЖСН, қажетті кісінің ЖСН жазып, комиссия мүшесі, яғни рөлін тағайындайды, қандай рөл тағайындайды және соны сақтайды. Егер де сіздер ешқандай жүйеде әлі тіркелмеген жаңа пайдаланушы болса, жаңа пайдаланушы бөлімін таңдап, мәліметтерді толтырып сақтау қажет. Әрі қарай сараптама кеңесінің мүшесі өзінің жеке кабинетіне кіріп, мекемесінің атауын басады, сөйтіп өзіне қажетті мекемені ауыстыруға болады. Яғни, егер сіз сараптамалық кеңес мүшесіне өзіңіздің қызметіңізді атқаратын болса, осы жерде білім басқармасын таңдайтын боласыз. Әрі қарай сараптамалық кеңесті жұмысы басталу үшін ең бірінші аттестациялау комиссиясының хатшысы өзінің жеке кабинетіне кіріп, аттестация бөлімінде аттестация комиссиясының атауы, бірнеше комиссия құрылған болуы мүмкін, қажетті атауын таңдайды. Қарастырылатын бұл кестеде қарастырылған санаттар көрсетіледі, яғни бұл жерде 5 өтінім бар. Педагог модераторға, педагог сарапшы, зерттеуші және шебер санаттары ұсынылған. Бұл жерде өтініштерді қабылдау қажет, ол үшін аттестация комиссиясына кіреміз. Комиссияға кіргеннен кейін аттестациялау комиссиясының хатшысы қол қою күнін көрсету керек. Ол үшін осы батырманы басамыз. Сосын қабылдау табыстау актісінің күнін, датасын көрсетеміз, сөйтіп аттестация комиссиясының төрағасына жібереміз. Сөйтіп әр топ бойынша бұрын сараптамалық кеңес, яғни біреу ғана болса, қазір уже топқа бөліп қарастырылады, және сол әр топ бойынша акт жасап жіберу қажет хатшы. Содан соң ол құжаттар бөліміне өтеді. Құжаттар бөлімінде сіз портфолияны қабылдау табыстау актісін ашып көруге болады, оны бассаңыз, яғни бізде портфолияны қабылдау табыстау актісі ашылады, кім қабылдады, яғни кімге тапсырылды. Әрі қарай бұл акты аттестаттау комиссиясының төрағасына түседі. Ол үшін аттестациялау комиссиясының төрағасы өз жеке кабинетіне кіріп, аттестация бөлімінде өзінің жаңағы комиссиясына кіріп, қажетті комиссияны таңдап, өтінімдерге, актілерге қол қойып, оны әрі қарай жіберу керек. Актіге қол қойып, жіберіңіз батырмасын басқаннан кейін, портфолияны қабылдау табыстау актісі, датасы көрсетілген, барлық мәліметтерді тексеріп, қол қою керек. Қол қойып болғаннан кейін, ары қарай сараптамалық кеңеске жібереді. Қол қойылған, яғни бізде осы топ бойынша қол қойылды, қабылдау өткізу актісі қол қойылды және сараптамалық кеңеске жіберілді деп осылай бейнеленетін болады. Сол сияқты әр топ бойынша өзінің қолын қояды. Сондай-ақ бұл жерде де
Ол құжаттар бөліміне өтеді қол қойылғаннан кейін. Бұл жерде оң жағында, яғни көре аласыздар, аттестация комиссиясының төрағасы қол қойылған болса, осылай жасыл болып белгіленеді. Кейін сараптамалық кеңес қарағаннан кейін бұл жерде әзірше қызыл, сосын бұл да жасыл болып бейнеленетін болады. Қабылдау табыстау актісін көру үшін оны басып, яғни көруге болады, PDF форматта оны жүктеуге болады. Бұл жерде ЭЦП көмегімен қол қойылды деп көрсетілген, яғни комиссияның төрағасы қол қойды. Бұны экспорттаған кезде, яғни QR код қалыптастырылатын болады. Әрі қарай сараптамалық кеңестің төрағасына өтеді. Ол кісіде бұл рөлді атқаратын кісі өзінің жеке кабинетіне кіреді, аттестация бөлімінде қажетті аттестация комиссиясын таңдап, ол жердегі жаңа өтініштерді қарайды, актіге қол қойып қабылдау қажет. Яғни актіні тексеріп шығып, қолын қойып, ары қарай акт қабылдау батырмасын басады. Одан әрі ол бұл жерде қарастырылуда бөліміне өтеді. Яғни бұл жерде өтініштің осындай кесте ашылатын болады. Өтініштің номері көрсетіледі, өтінім аттестатталушының аты жөні, оқу орны, жылы, өтініш беру күні, ағымдағы санаты, мәлімденген санат, сондай-ақ статистика. Статистика бөлімінде сараптамалық кеңесте неше кісі, яғни сараптамалық комиссияға неше кісі кіреді және кім өзінің шешімін шығарды, осы жерде көрсетілетін болады. Әрі қарай сараптамалық кеңестің мүшесі, уже жаңағы төраға қол қойылған портфолиоларды қарау керек. Ол үшін сараптамалық кеңес мүшесі жеке кабинетіне кіріп, аттестация бөлімінде өз комиссиясын таңдап, қарастырылуға түскен өтінімдерді ашып қарайды. Ол үшін іс-әрекеттер бөліміндегі осы көзді басу арқылы біз портфолионы ашып, жіті танысуымызға болады. Бұл жерде де жалпы мәліметтер берілген, өтініштің нөмірі, күні, аты жөні, аттестатталушының және оның лауазымы көрсетілген, және жалпы мәліметтер, санаты, қандай санатқа тапсырып отыр, сондай-ақ құжаттар бекітілген. Бұл жерде сіздер әр құжатты ашып қарап, тексеріп, бұған қарама-қарсы оң жақ бетінде шешіміңізді көрсетсеңіз болады, яғни мақұлдау немесе мақұлдамау арқылы. Өтінішті қарау сілтемесін басқан кезде сізге өтініш ашылады. Өтініштің толықтап қарайсыз, сосын өзіңіздің нәтижеңізді шығаратын боласыз. Яғни мақұлдау деп басатын болсаңыз, бұл жерде мақұлданды деп осылай бейнеленетін болады. Әрі қарай скан көшірмелерді қарау керек. Скан көшірме, яғни жеке куәліктің скан көшірмесін бассаңыз, бұл жерде де жеке куәлік ашылады және осындай QR код ашылады. Ол директордың қолы қойылатын бір қатар құжаттар болады. Оның ішінде жеке куәлік, диплом, сол қол қойылған құжаттарда барлықтарында осындай QR код қалыптастырылатын болады. Бәрін тексеріп болғаннан кейін бұл жерде жүктесеңіз, үлкейтіп, кішірейтіп қарауға мүмкіндік берілген, сөйтіп қайта ораласыз. Жалпы мәліметтер тексеріп болғаннан кейін портфолио бөліміне келеміз. Портфолио 2 бөлімнен тұрады. Оның біріншісі негізгі құжаттар. Негізгі құжаттар бөлімінде тестілеу нәтижелері, яғни скан көшірмені қарап, өзіңіздің шешіміңізді осы жерде көрсетсеңіз болады, мақұлдау және мақұлдамау арқылы. Әрі қарай эссе бөлімі, бұл жерде де тура солай көшірмелерді тексеріп, өз шешімдеріңізді шығарасыздар. Санаты бөлімінде бұл мысал ретінде көрсетілген, яғни тапсырып отырған аттестатталушының санаты болмаған болса, бұл жерде өзінің санаты әзірге жоқ деп көрсетіледі, осындай сұр түсті болып бейнеленетін болады. Әрі қарай білімі, скан көшірмені ашып қарайсыз, ашқанда диплом көрсетіледі, дипломды мәлімденген мәліметтердің бәрін дұрыстығын тексересіздер. Дипломға да директордың қолы қойылатын болады, онда QR кодын қарап, тексеріп, келесі бөлімдерге көшесіз. Тексерілген бөлімдер бойынша мақұлданған блоктар бізде жасыл болып бейнеленеді.
жасыл болып бейнеленеді. Ал тексерілмеген блок, әлде сіз шешіміңізді шығармаған блоктар осындай сары болып көрсетілетін болады. Келесі бөлім бізде портфолио бөлімдері. Бұл жерде жаңа ережелерге сай критерийлар бойынша тексеруіміз керек. Білім алушылардың білім сапасының көрсеткіштері, яғни осы жерде осындай таңба, сұрақ белгі ретінде таңба көрсетілген. Бұл жерде кеңестер беріледі ережелерге сай. Сол кеңестерге сүйене отырып, сіз скан көшірмелерді тексеріп, өзіңіздің шешімдеріңізді шығару керексіз. Үлгерімі нашар оқушылармен жұмыс, оқыту сапасы, сондай-ақ оқушылар жетістіктері, педагогтың кәсіби жетістіктері, яғни сіз бір блок бойынша қателік табатын болсаңыз, сіз мақұлдамау батырмасын басуға болады. Ол кезде сізге осындай модалды терезе ашылады, негіздеме деген. Бұл жерде сіз өзіңіздің пікіріңізді қалдырасыз, көрсететін боласыз. Содан кейін ол блок қызыл болып осылай бейнеленеді, және пікір қалдырушының аты жөні, ролі және мекемесі, сондай-ақ пікірі осы жерде сақталатын болады. Әрі қарай портфолио бағалау парағы, яғни бұл жерде әр блок бойынша жаңа сіздің тексерген нәтижелеріңіздің бәрі көрсетіледі. Әр блок бойынша сіз бұл жерде өзіңіздің шешіміңізді көрсетуіңіз керек. Біліктілік санатының талаптарына сәйкес келеді, біліктілік санатының талаптарына сәйкес келмейді, және үшіншісі ол санатынан бір деңгейге төмен сәйкес келеді деп шешім қабылдауыңызға болады. Біліктілік санаты талаптарына сәйкес келеді деп шешім қабылдасаңыз, ол осы жерде сәйкес келеді деп өзгеретін болады. Ал мына блок бойынша сіздерде мақұлданбады деген ұсынымыңызды көрсетесіз, яғни шешім қабылдайсыз: ұсыну, ұсынбау немесе төмен деңгейге деп. Сіздің қабылдаған ұсынысы портфолио бағалау парағында, яғни төмен деңгейде деп ұсынғаныңыз сақталатын болады. Жалпы негізгі бетте, яғни бұл қарастырылуда менімен ұсынылды, менімен ұсынылған жоқ, және төмен деңгейде деген бөлімдер болады. Сіз жаңа төмен деңгейге ұсынған себептен осы бөлімге келіп түсті бұл өтінім. Әрі қарай сараптамалық кеңестің төрағасы қарайды. Қарастырылуда, ол да өзінің жеке кабинетіне кіреді, аттестация бөлімінде өзіне қажетті комиссияны таңдап кіріп, сол жерде қарастырылуда бөліміндегі өтініштерді қарау керек. Ол үшін көзді басып, өтінімді ашып қарайды. Бұл жерде де жаңағы уже кеңестің төрағасында статистика көрсетілетін болады, яғни бір кісі уже дауыс берді, және бір санатқа төмен қандай дауыс бергені осы жерден көре алады. Яғни бұны сараптамалық кеңестің төрағасы көре алатын болады. Ол да дәл осылай бұл портфолионы қарау керек. Ол үшін жаңағы көзді басып, портфолионы ашып қарайды, және жоғарыда айтылғандай түгел тексеріс жүргізіледі, яғни барлық блоктар бойынша қарап, өз шешімдерін шығарады. Оны тағы да айтудың қажеті жоқ. Тура жаңағы сараптамалық кеңестің мүшесі тексергендей бәрін тексереді және өзінің шешімдерін шығарады. Сосын мына жерде қорытындыға бару батырмасын басқан кезде ол сразу бағалаудың қорытынды парағы ашылады. Бұл жерде өзінің шешімдері, яғни қабылдайды. Сосын сондай-ақ барлық сараптамалық кеңес мүшелерінің ұсыныстары, олардың шешімдері осы жерде көрсетіледі.
сараптамалық кеңес мүшесінің шығарған шешімін ол қарай алады, және оның қалдырған дауысы қандай шешім қабылдағанын осы жерден көре отырып, соған сәйкесінше өзінің шешімін қабылдауға болады мына жерден таңдап. Бұл барлық блоктар бойынша өзінің шешімін қабылдағаннан кейін, яғни бағалаудың қорытынды парағында өзінің шешімін, қорытынды шешімді сараптамалық кеңес төрағасы шығаратын болады. Оны ұсынады, ұсынбайды, немесе төмен деңгейге жібереді. Сосын шешімді басып шығаруға болады. Басып шығару батырмасын басқанда портфолионы бағалау парағы басып шығарылады. Осы жерден нақты барлық әр кісінің шешімін көруге болады. Сосын уже шешім шығарылған сараптамалық кеңестің төрағасының шешімі, бұл жерде де әр блоктар берілген, қарастырылуда, менімен қарастырылды, шешім шығарылды, шешім шығарылмаған, және төмен деңгейге, шешім шығарылды бөлігінде қорытынды нәтижесін көруге болады. Әрі қарай аттестациялау, бұл жерде сараптамалық кеңестің төрағасының жұмысы аяқталды. Келесі кезек, бұл жерде қайтадан аттестациялау комиссиясының хатшысы кіреді, сөйтіп шешім шығарылды бөліміне кіріп, шешім шығарылған өтінімдер бойынша қарастырады. Яғни шешім шығарылды батырмасын басады. Бұл жерде жаңа топ бойынша әр топты қарап шығады, яғни балабақша тобы бойынша әр нәтиже жоқ. Келесі бөлім, яғни мектеп бойынша, бұл жерде бір шешім шығарылғанын көріп тұрмыз. Төмен деңгейге ұсынылған, осыны шешім шығарылған нәтиже бойынша аттестациялық комиссияға жібереді хатшы. Аттестациялық комиссияға жіберу батырмасын басамыз. Сонда уже мына жерде аттестациялық комиссияға жіберілді бөліміне ауысатын болады. Содан кейін сараптамалық кеңестің хаттамасы деген жерде толығырақ деген батырма болады. Осы толығырақты басып, хатшы өзінің қолын қою керек. Сондай-ақ бұл жерде сараптамалық кеңестің әр мүшесі өзінің жеке кабинетіне кіріп, уже қолдарын қойып шығатын болады. Осымен теориялық жағы аяқталды. Енді сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бұлайнан бар ғой, Даусыңыз өте нашар естіліп жатыр. Да, мен содан кіріп отыр едім, интернет ұстамай қалды, компьютердің. Басқалары записіңіз болса, сіз жіберіңіз болар екен? Запись жасалып жатыр, записті міндетті түрде жібереміз. Соныңыз дұрыс болар еді, онда рахмет сізге. Содан қарап, қайта өзіміз кіріп, нетіп сөйтек. Әйтпесе, айбетпеңіз, көру қиын болып да, әйтеуіріндаған болмаса... Түсіндім, телефондан көру, анық көрінбейді. Анық көрінбейді. Саламатсыздар ма? Презентацияны да жіберсеңіз жақсы болатын еді. Жақсы. Презентация болады. Саламатсыздар бола ма? Логин Сіздің де даусыңыз помеха прям нашар естілді, қайтадан қайталап жіберіңізші. Саламатсыз ба? Мен бірінші рет логин парольді қайдан аламын? Логин пароль, сіз мұғалімсіз ба? Иә, барсыз ғой, сол білім ал өзіндік паролім бар. Болады, сол логин парольмен сіз білім ал құжатқа да кіре аласыз. Жақсы, рахмет. Ал рөлді жаңағы, егер сіз жаңағы сараптамалық кеңес мүшесі болсаңыз, сізді уже жаңағы администратор тағы рөл береді, сол кезде сіз өзіңіздің мекемеңізді басып таңдайтын боласыз.
Саламатсыздар ма? Менде бір сұрағым бар еді. Саламатсыздар. Сіздер мынау видеосын, презентациясын жіберейін деп жатырсыздар ғой. Қайда жібересіздер? Чат ашасыздар ма ортақ? Сіздерге жеке телеграм чатқа қосылатын боласыздар. Осы сараптамалық кеңес мүшелеріне арнайы ашылған, сол жерге жіберетін боламыз. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Ол телеграм чатқа бізді қалай қосады? Біздің номерімізді ала ма, немесе қалай? Сізге ссылканы жіберетін болады. Білім басқармасынан сіз мүшесі, сараптамалық кеңес мүшесіз, сол сіздерге міндетті түрде жіберілетін болады. Сосын сол чатқа қарасаңыздар болады. Қай кезде кірісеміз жұмысқа? Қазір уже өтінімдер түсіп жатыр. Сол өтінімдерге төрағалар қолды қойып, сосын сіздер уже кірісетін боласыздар. Жаңа Ол жұмыс Елена Владимировна жаңа айтқан, сол кісі сіздерге жіберетін болады. Ссылканы қосыласыздар, уже өтінімдер, портфолиолар мұғалімдер жіберді. Уже топ-топқа бөлініп, өздеріңізге қатысты топтарды тексеретін боласыздар. Бұл Сіздің байланысыңыз өте нашар, түсінбедім. Фарида, сіздің дауысыңыз мүлдем естілмейді. Біз Сіздің даусыңыз естілмейді, сіздің байланысыңыз нашар ғой деймін, даусыңыз мүлдем естілмейді. Мүмкін жазып жібересіз, Фарида, сіз сұрағыңызды, біз оқитын боламыз, міндетті түрде. Тыңдап тұрмыз. Біз бұрын бүкіл нелерді мәлімет ашқанда, әрбір кісінің папкасын, әрбір құжат көп уақыт кететін, қазір білмейсіз, жылдамдырақ бола ма екен, сол көп уақыт кетеді. Бір мысалы, бір папкаға 2 сағатта кететін, кейбір кезде 1 сағат, кейбір кезде жарты сағат. Ол сіздің интернет байланысыңызға байланысты, өйткені жаңа ондай бірнеше ғана адамнан болды, интернет байланысты жақсарту керек, наверное. Өйткені біз оны тексеріп отырмыз, бүкіл құжаттар тез жүктеледі және тексеріледі. Жақсы болды, рахмет. Интернетке байланысты болуы мүмкін. Рахмет сізге. Кешіріңіздер, жұмысты қашаннан бастаймыз дедік, мен естімей қалдым. басталды. Жұмыс басталды. Бүгін басталды? Өтінімдер беріліп жатыр, сіздер қабылдайсыздар. Басталды, тексер. Қашан, қалай кіретіміздің барлықтары уже бізге келеді ме, ссылка бойынша? Сол кіру бойынша бүгінгі сабақта айтылды ғой, қалай кіретініміз. Мен просто кешіп қалдым жаңа сөз, до конца ести алмай қалып Кешіп қалсаңыз, қазір сабақ жазылып жатыр, записті міндетті түрде чатқа жібереміз. Сіздерге арнайы сараптамалық кеңес мүшелеріне чат ашылды. Сол жерге жіберіледі, сол жерден қарасаңыздар болады. Рахмет сізге, рахмет. Фарида, сұрақ қоюға болады ма? Мен даусым естіліп тұр ма? Сәтпаев қаласынан хабарласып тұрмын. Мен қазір аштым, мына жерде аттестационная комиссия 1.06.2022 жылға дейін өтінімдерді қабылдайды деп тұр. Енді мен қарастырылатын санаттар деген жерде модератор, сарапшы, зерттеуші, шебер дейді, 51 деген сан тұр. Сонда біз 51 адамның құжатын қарауымыз керек па? Ол бәрі топ бойынша бөлінеді. Сіз мысалы қандай нені қарастырасыз, қандай пән мұғалімісіз? Мен физика пән мұғаліммін. Физика пән мұғалім болсаңыз, сіз өзіңізге қарасты, сізге тиесілі топтарға бөлінеді. Сол сізге тиісті ғана портфолиоларды қарайсыз. Ол жерде 51-де жалпы өтінімдер саны. Ол жерде басқа да пәндер санатта тапсырылуы мүмкін.
Аха, осы жерде енді мәртебе деген бөлімінде өтініштерді қабылдау деген сілтеме тұр екен. Соны Оны басу хатшы керекпіз ба? қабылдайды. Оны хатшы қабылдайды. Қабылдау өткізу актісіне қабылдайды, датасын көрсетеді, сосын төрағалар қол қояды. Содан кейін сіздер уже сараптамалық кеңес мүшелері тексересіздер де өздеріңіздің нәтижелеріңізді көрсететін боласыздар. Біз жұмысымызды қай уақытқа дейін соза аламыз, мысалы үшін? Қай уақытта аяқталады Күніне бұл жұмыс? дейін сіздер тексеріп болып, 15 маусымға дейін. 15 маусымға дейін сіздер өз жұмыстарыңызды аяқтау керексіздер. Бұл жұмыс бізге қосымша жұмыс есебінде беріледі ма? Қосымша жұмыс есебінде, сіз өзіңіздің негізгі жұмысыңызбен қатар аласыз. Бұл сараптамалық кеңес жұмысын уже қосымша ретінде, негізгі жұмысқа қосымша болады. Бос уақытыңызда сіз тексеріс жасайтын боласыздар. Бірінші аттестаттаушы адам өзінің документтерін тіркегеннен кейін комиссия мүшелері жеке кіріп подтвердить етіледі. Содан кейін соңғысы директор мен секретарь подписаться ете ма? Қалай? Бірінші мұғалім өзінің портфолиосын жасайды, сосын директорге жібереді. Директор құжаттарға қол қояды. Сосын біліктілік бағалау маманы, ол мектеп ішінде, мекеме ішінде тексерілетін болады. Біліктілік бағалау маманы оны мемлекеттік қызметке жібереді. Мемлекеттік қызмет тексергеннен кейін ғана сараптамалық кеңеске барады. Осы жерде бізге бір критерийлер, бір нәрсе беріле ма? Бағалаудың негізгі критерийлер бар ма? Негізгі критерийлер ОМЦ-дан сабақ жүргізіледі деп жаңа орыс тілде болғанда, әр топ-топқа бөлінді ғой, әр топ бойынша оқыту сабақтары жүргізіледі ОМЦ-дан. Олар сіздерге өздері сілтемелер жіберетін болады, соған қатысып, сол жерде критерийлер бойынша сіздер нақты айтылатын болады. Ал біз бүгінгі күні мына жүйеде қалай жұмыс істеу керек, сол бойынша оқыту сабақ жүргіздік. Критерийлер бойынша ОМЦ-дан сабақ күтіңіздер. Бүгін сағат 4-те физика, математика мұғалімдерінің сараптамалық семинары болады. Гүлмира Ержан, сіз сұрақ қойып отырсыз. Сіз физика, математика мұғалімдерінің портфолиосын қарайсыз. Сіздерге бүгін семинар өтеді. Сол семинарда критерий бойынша бәрін түсіндіріп айтамыз. Ережені береміз, оқисыздар, танысыңыздар ережемен. Түсінікті, рахмет. Негізі сабақ онлайн емес, офлайн болған дұрыс деп, прям компьютердің алдында бәрін көріп нететін. Бірінші рет болып отырғандықтан. Бізде семинар... Қалай ойлайсыздар? Мектептік кеңестерге онлайн түрінде де, офлайн түрінде де өтіп жатыр. Бірақ сіздердің председательдарыңыз Гүлжазира Өмірзақовна онлайн түрінде өткізейік деді. Бірақ қағаз түрінде портфолио түскен кезде осы жерде келесіздер. Офлайн түрінде тоже қараймыз. Бүгін бәрін түсіндіріп айтамыз. Жақсы, рахмет, аха. Гүлмира Сериковна, сәлеметсіз бе? Бізді психологтар тағы да критерий бойынша оқытасыздар ма, әлде өткен жолғы ма? Өткен жол айтылды ғой сіздерге. Слайд болды, бізге сонымен. Соны өздеріңіз оқыңыздар. Құрметті әріптестер, сіздер енді білім саласында жұмыс істеп жүрген адамсыздар ғой. Ережені енді аттестация ережені біз сізге мектепте талдап жатқан шығарсыздар, иә? Қайтадан жақсылап оқыңыздар. Семинарлар өткізіп жатырмыз. Бүгін өтеді семинар физика, математика мұғалімдеріне, бастауыштарға, келесі аптада өтеді. 26 күн осы аптада өтеді. Ережені жақсылап тұрып оқыңыздар енді. Сосын сұрақтарыңыз болғандай жауап береміз сол кезде. Портфолиолар жаңа сұрақ қойып жатырсыздар. 51 мың портфолио білім алу арқылы түсіп тұр. Бірақ ең бірінші ол портфолиоларды сіздердің әрбір кеңестің председателі қабылдап алу керек. Акт бойынша. Кісі қабылдап алғаннан кейін ғана сіздер уже кіріп бағалай аласыздар.
қабылдамай сіздер кіре алмайсыздар. Қазір бізде 14 сараптамалық кеңес бар. Бөлек пәндер бойынша жасалған. Кейбір кеңестерде 2 пән біріктірілген. Мысалы, химия, биология, тарих пен география, математика мен физика. Енді сіздерге председательдарыңыз чат ашады WhatsApp арқылы, группа құрып, сол жерге жазып отырады сіздерге. Өткеннен алдын ала қарайсыздар портфолионы. Сосын біздер аттестатталушы мұғалімдерді шақырып, Zoom арқылы қосылып па, осы жерге ойын-сауыққа шақырамыз ба, солармен бірге отырыстар өтеді. Сол кісілермен бірігіп сіздер қарайсыздар. Сіздер қарайсыздар, ол кісілер қатысып отырады. Ол жерден барлығын түсіндіреміз жеке-жеке әрбір кеңеске. Біріншіден қазір сіздер барлықтарыңыз тіркеліп алу керексіздер, тіркеліңіздер. Парольдарыңызды ұмытып кетпеу үшін жазып алыңыздар блокноттарыңызға. Өйткені ондай жағдай болады, кейбір мұғалімдер ұмытып кетеді өз паролін. Сосын мен іздеп жүреді, мен қандай пароль қойдым деп. Парольді сіздерден басқа ешкім білмейді. Ешкім сіздердің орныңызға кіре алмайды. Өздеріңізде ғана болу керек пароль, жазылып тұру керек. Жаңа педатта білім қоры деген бөлім тұр екен. Осы жерді ашсам, жаңағы педатта обучение қазақ тілінде, орыс тілінде 4 YouTube арнасындағы видеолар салынған екен. Осыларды басшылыққа алайық па? Ол жерде жүйеде қалай жұмыс істеу жайында көрсетілген. Қарап шықсаңыздар болады, иә. Тағы да мына қосымша бүгін өтіп жатқан сабақтарды уже чатқа жіберетін боламыз. Түсінікті. Жақсы, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Болып жатса, енді хабарласамыз сіздермен. Жақсы, иә, сұрақтарыңыз болса, сұрақ туындаса сіздермен хабарласамыз. Жақсы. Әрине. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз, рахмет. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар, рахмет.